Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге кептіріп, осылай сақтауға болатын кеспені көрсетемін. Бізде осылай мол шығады және қалағанша сақтай бересіздер. Және де езілмей шығатын болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ал ендеше бастайық. Ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Жарты стақан су құямыз. Және де ас тұзын қосамыз. Араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Және де тіркелген кезде қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін. Қатты етіп қамырымызды илеп аламыз. Және де видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене болсын қолдап отырсаңыздар. Осылай бір келкі болғанша жақсылап илеп аламыз. Кішкене тындыруға қоямыз. Тындырып болғаннан соң бір илеп жіберіп, жұқа етіп жайып аламыз. Ұнымызды сеуіп отырып, осылай жаямыз. Үстінен ұнымызды көбірек себеміз. Және де жайып болғаннан соң кішкене кептіріп аламыз. Және де оқтауымызға орап, осылай бүктеп отырып, жинап аламыз. Және де осындай ленталарға қиямыз. Осындай көлемде кесіп аламыз. Және де осы ленталарымызды жинаймыз. Пышағымызды өткірлеп, осылай жіңішке етіп кесеміз. Өзіңізге ұнаған формада жіңішке немесе қалыңдау етіп кессеңіздер болады. Қолдан жайылған кеспелеріміз езілмейді. Және де сақтап қоя берсеңіздер болады. Осылай жіңішке етіп кесіп, арасын ашып, қолымызбен ашып отырамыз. Кесіп алған кеспелерімізді құрғақ жерде жайып қойып, бір күнге кептіреміз. Кеуіп болғаннан соң, осылай әртүрлі ыдыстарға салып алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолдың кеспесі дәмді әрі оңай болады. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.
кеспеміз дайын болды.